жемейдіған едім. Не дейді? Неге енді мен айтқанда жемейсің? Ал енді жуылмаған затларды айтаман да. Мына балалардан сора, балалар, жуылмаған затларды жесеңіз, іштеріңіз ауырады ғой, а? Әне, балалар алдамайды. Яқшы. Bu Qoraqalpoq davlat qo'g'irchoq teatrining muhtasham binosi. Kirib borishingiz bilan qarshingizda ertak qahramonlari namoyon bo'ladi. Siz ular bilan qalban yaqinligingizni his etasiz. Beg'ubor, hech bir ta'masiz sizga qarab turgan bunday qo'g'irchoqlar bolajonlarni ajib olamga yetaklab kiradi. Bu teatrda ishlash oson emas. Qarshingizda hali san'at nimaligini bilmaydigan bolalar o'tiribdi. Siz ularni ishontira olishingiz kerak. Qo'g'irchoq teatrining sehri ham shunda. Qaraqalpoq mamlakatlik qo'shiq teatrida 80 ga yaqin odamlar isteydi. So'ning aktyor aktrisalari 20 odamday bo'lib hisoblanadi. Chet elga chiqатын bo'lsak, avgust oyida o'zim Turkiya Respublikasi hamda Gruziya Respublikalarına barib memorandumga qo'l qo'yib qaytdik. Memorandumning tekari maqsadi бұл жақтағы ол мемлекетте болып отырған фестиваларға біздер шақыру hamda біздердің актерлар, режиссерлар, художниклер менен өзара тәжірибе алмасу болып есептелінеді. Ноябрь айында Түркия Республикасында өткізілген 25-ші Истанбул қуыршақ театр фестивалында қатынастық. Бұл жерде театрымыздың бәдii рахбары Genjibekova Насибаның сиқырланған сарай концерт шоу программасымен қатынасып, сол режиссеріміз ең жақсы режиссер номинациясын қолға кіргізді. Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрында 33 жыл ішінде бірінші мәрте болып атыпты. Соның үшін әлбетте біздер ұстаздарымызбен ойласқан алда көбірек енді біздердің тілімізге түсінбегеннен кейін миллилігімізді, Өзбекстан Республикасының hamma viloyatlarining ойларын алып шықтық. Bu жақта біздерді барған кезде жақсы күтіп алды. Һәм яқтың кішкентай ықыласпентлеріміз juda жақсы қабылдады. Себебі біздердің Сурханша, Қарақалпақша, Анжанша ойларды қосылып бірге ойнады. Біз juda кішкентай ықыласпентлерімізді қуантқаны үшін juda өзімізді бақыттар сездік. Teatr ishi rassomlar mehnati bilan bevosita bog'liq. Ular yasagan qo'g'irchoqlarni ko'rganingizda jonli ekaniga ishonch hosil qilishingiz kerak. Har bir personaj alohida xarakter namoyon etishi lozim. Shu boisdan asar muhokamasi avvalo uning qahramonlari qiyofasini yaratish bilan boshlanadi. Men o'sha Qaraqalpoq mamlakatlik qo'shiq teatrida jardamchi художник lavozimida ishlayman. Teatrdan bizlarda o'zingiz aytganday spektakllar qo'shiqlar orqali bizlarda inam etiladi. Кішкене тамашагерлеріміздің назарына ұсынатын спектакльлер театрдан сценарий театрында бірінші нәубетте сценарийлер көріп шығылады. Бір жыл ішінде 4 маусымге 4 спектакльлер қойылады. Сол спектакльлердің сценарийлеріне байланыслы режиссер һәм художниклар тарапынан біргелікте ойласқан халда қуыршақларының образларының эскизлары сызылады бірінші нәубетте. Эскизлары сызылып болғаннан кейін һәм режиссер һәм художник тарафынан тасдиқланып болғаннан соң қуыршақ жұмысларын істеу жұмысы басталады. Театрымыздың бас художнигі Мұхаммадин аға Байгелдиев осы қуыршақларымыздың бірінші эскизлерін сызып берді. Өзі тікелей қуыршақтың бетлерінің образларын сызып беру жұмысларын өзі тікелей алып барды. Механизм жұмысларында бұлардың көздері қимылдайтын қуыршақларымыз бар, аяқлары жүретін қуыршақларымыз бар. Соларды тікелей өзі алып барды жұмысларын. Қалған жәрдемші художниклер һәм тігіншілеріміз болса, қуыршақтардың денелері, шашлары, қол жұмыслары, киімдерін hamımız birgelikte istep tayyorlab berdik. Bu teatr nafaqat yoshlardan iborat, balki unda taniqli san'atkorlar bir yoqadan bosh chiqarib, teatrni nufuzli teatrlar qatoridan o'rin olishi uchun mehnat qilib kelishmoqda. Teatr repertuarini boyitish, bolalar va kattalar talabiga javob beradigan pyesalarni tanlash, ularni sahnalashtirish, taniqli dramaturglarni jalb qilishga alohida e'tibor berilyapti. Repertuar tanlash va rol taqsimlashda rejissyor va ijodiy guruhlar fikrlashib, bir maqsadni ko'zlagan holda ish boshlasalar,
samarali natijalarga erishadi. Asarlar bilan yaqindan tanishish, spektakllar tomosha qilish, ularni tahlil qila olish va u haqida fikrni bayon eta oladigan insonlar xizmat qilmoqda. Мен 2004 жылы Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрына актриса болып кірдім. Қазір актриса болып істегеніме 18 жыл болды. 18 жыл давамында мен өзімнің көптеген рөлдерім менен балажандарымыздың көңілінен шықтым деп ойлаймын. 2020 жылы президентіміз тарапынан маған шұхрат медалы берілді. Осы минетімді бақалап маған. Қазір 2019 жылы осы қуыршақ театрына көркемдік жақтан басшы болып өттім. Һәм мен осы көркемдік жақтан басшы болып өткеннің себеплі Түркия қаласына фестивальда Сарай ішіндегі сиқыр атлы спектаклімді қойып, ол жақта ең жақсы режиссер атлы номинациясын қолға кіргіздім. Мен бұнdan жүдә қуаныштымын. Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрында биыл 2 спектакль қабылдадық, һәм бұны кішкене ғана ықылас-тілектеріміздің назарына ұсынып, сол кішкене ғана ықылас-тілектеріміздің алғысына мияссар болдық. Және де қазір мемлекеттік бұйыртпа театрында Бегим Мұрат авторлығында Шапан афсанасы спектаклі таярлық жарияны болып тұрды. Бұның режиссері Ташкентте ұстазымыз Ахонов Қатамаға. Мұнан Құда қаласа тез арада халқымыздың кішкентай ықылас-тілектеріміздің назарына ұсынамыз деген үміттеміз. Umuman olganda, teatr jamoasining 33 yildan oshiqroq faoliyati davomida bolalar uchun mo'ljallangan spektakllarda aynan bolalarga xos o'yinqaroqlik, quvnoqlik va sho'xliklar, mehnatsevarlik va rostgo'ylik kabi o'nlab masalalar o'rtaga tashlangan. Bu spektakllar o'ziga xos tarzdagi dekoratsiyalar, musiqalar, qo'shiqlar, raqs va maxsus qiyofa vositalarida yanada boyitilgan. Milliy kolorit ifodasining bolalarga xos qiyofalarni yaratish teatrning ulkan yutug'idir. Мен актриса уақытымда Гүлде Бүлбүл сайрайда атлы спектакльде қыздың образын ойнадым. Бұл қыздың образы жүдә кішкене қыздың образы. Балажандарменен біргелікте қосылып ойнайтын едім. Қала берді Элеонора Бегимова атлы актриса қызымыз Ғазың Палапан атлы спектакль қойды. Онда да Аленка қызының образын ойнадым. Көбінен көп мен қыздың образын ойнаған жақсы көретін едім. Гөзал Далиева қызымыз Қызыл Қалпақша спектакльнің русша вариантын қойды. Бұл спектакльде мен қыздың образын ойнадым. Мен ұсындай рөлдерді ойнағанымнан өзімнің қыз образын, қала берді түлкі, қоян образларын көбінесе ұсындай образларды ойнадым. Балажандарымыздың көңілінен жақсы бір орын алды деп ойлаймын. Біздердің театрымызда ең жақсы актер, актрисаларымыздан атап айтатын болсам, Қазақбаева Умекен, Бегимова Элеонора, Сержанов Оразбек, Байниязов Мақсуд атлы актерларымыз ең жақсы бір жаңағы рөлдерді жақсы ойнап, балажандарымыздың бір көңілінен шығатұғын актерлар деп ойлаймын. Театрымызда тикарнан спектакльлерімізде қолғаплы қуыршақлар, қолғапменен ойнатұғын, мәселен, мына қолғаплы қуыршағымыз. Бұл болса трассовый қуыршақ, сымлы қуыршағымыз. Онан соң мынадай типтегі планшетлі қуыршақлар, бұлар тікелей сахнаның өзінде жүріп ойнатылады. Екі адамнан ойнатылады олар, екі адам арқалы ойнатылады. Кішкене тамашагөйлер әрқилылықты жақтырады. Мәселен, хәмеше бірдей қуыршақларды істей берсеңізде, ол уже қызық емес болып түйіледі. Алдын шыққан қуыршақ қой деп қояды. Біздер ләжі барынша ізленіп, қазір мәселен жетіліскен заман интернеттерден пайдаланған халда тамашагөйлер нені қалайтұғын болса, соған жараса, әр түрлі қуыршақларды істеуге әрекет етеміз. Негізінен балалардың қызығушылығы қуыршақларға қарата сөніп қалмауы керек. Әр түрлі қуыршақтарды көргенді қалайды тамашагөйлеріміз. Балалар драматургиясына Мұрат Бегимов өзіміздің осы театрда көп жылдардан бері біргесіп келген. Не дейміз, қуыршақ жас балалардың тілін тереңнен түсінеді дейміз бе, милилігімізді көрсетіп бере алатын Мұрат Бегимов. Онан келсе қала берсе жаслардан Олмекен Қазақбаева деген жас қызлар бар, өздері жазып бүгінгі күнде спектакльді сахналастыруға ерісіп келмекте. Қала берсе өзімді спектакль пьеса жазып, осы театрға сахналастыруға ерістім. Қазіргі уақытта сахналастырған спектакльлер арқылы ұзақ районларда жасаушы
кішкене тамаша көйлердің назеріне де осы спектакльлер апарылып, назерлерде ұсынып келінбекте. O'tgan yilning noyabrida teatr ijodiy jamoasi Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan 25-xalqaro qo'g'irchoq festivalida ishtirok etib qaytdi. Unda Nasiba Genjibekova tomonidan sahnalashtirilgan Saroy ichidagi sehr nomli teatrlashtirilgan tomosha namoyish etildi. Festival har yili dunyo bo'ylab qo'g'irchoq teatri ijodkorlari va muxlislari uchun eng nufuzli tadbirlardan biri hisoblanadi. Saroy ichidagi sehr spektakli qadimgi afsonalar va rivoyatlarni zamonaviy sahna san'ati orqali jonlantirishga asoslangan. Ол сарай ішіндегі сиқыр спектаклінде мен сиқыршы рөлін атқараман. Ол сиқыршы рөлінің өзіне тән қиыншылықтары бар. Сарай ішіндегі сиқыр спектаклінде сиқыршы рөлін атқардым. Ол жерде бұл сиқыршы патшаның оң қолы есабында болып рөл атқарады. Енді ол рөлді атқару аңсат болған жоқ. Оған жақсы қатынасу керек, ол рөлге образ беру керек. Режиссеріміздің берген заданиясын қабыл алып, соған жарасы рөлімді атқарып шықтым. Мінекей қазір сіздер сахнада көріп тұрған бір адам. Негізі бұны екі актер ойнатады. Жәрдемші қызым Сұлухан. Мен со театрда 2013 жылдан бері істеп келатырмын. Со жылдар давамында көптеген рөлдерді атқардым, көптеген фестивальдарға қатынастық. Әзір мен қолымдағы қуыршақ Қарақалпақ қызы қуыршағы. Бұл қуыршағымызбенен сиқырланған сарай шоу бағдарламасындағы Қарақалпақ қызы. Атап айтатын болсақ, бұл қуыршақ театрымызда көптеген фестивальдарға қатынастық. Қорқыт ата спектакліменен 13-ші халықаралық фестивалымызда 3-ші орынды алдық. Одан алдында көптеген фестивальдарға қатынасып, сыйлы орынларды алдық. 1-ші орын, 2-ші орын. Тауыз құстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып, қошқалығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып. Аймалайын ай жүзіңнен, гіріптар болдым өзіңе, ұмыттарман мен өзіңнен, ләйлі болайын өзіңе. Қазір тамаша еткеніңіз сарай ішіндегі сиқыр спектаклінен музыкалық спектакль. Онда Валерина қыздың аққу ойыны. Бұл аққу ойыны, бұл сондай нәзік қыз, өзінің аққудай неғылып, Бахадыр Разымбетовтың қосығына ойынына ойнап береді. Бұнда қыздың нәзіклігін көрсету, ішкі дүниясын көрсету біздерге жүктелген. Осыны балаларға жеткеріп бердік деп ойлаймыз. Бұны біздер Түркия елінде 25-ші фестивалда ойнағанымызда сондай жақсы қабыл қылды. Мысал, тілдеріміз басқа болса да, мысал, қуыршақтың ойнауы, өздеріне қабыл ету ойымыз бірдей ғой. Әне сондай осы өздеріміздің
біздерді түсінгендей болып жақсы қабыл қылды. Teatr jamoasi Istanbul safarini Gruziyadagi gastrol bilan davom ettirishdi. Ushbu safar teatr aktyorlari uchun xalqaro maydonda o'zining noyob san'atini namoyish etish orqali nafaqat milliy madaniyatimizni dunyoga tanitdi, balki xalqaro hamjamiyatda o'zbek qo'g'irchoq teatri san'atining obro'sini yanada oshirdi. Safar doirasida turli mamlakatlardan kelgan san'atkorlar bilan tajriba almashish, yangi hamkorlik aloqalarini o'rnatish va madaniy muloqotni kengaytirish imkoniyati yaratildi. Қуыршақ театрына 2010 жылы баслап келген болсам, бұл жерде ең бірінші маған сол театрымыздың режиссері сол уақыттағы Мұрат аға Бегим өзінің сахналастырылған Батыр қоян спектакліндегі түлкінің рөлін берді. Сонан сол түлкінің рөлін атқарғанымнан кейін сол қуыршақлардың қайтып ойналуы, қайтып сөйлеуі, қайтып әрекетленуіменен сол жерде Мұрат ағаның кеуілінен шығып көплеген рөлдерді атқардық. Одан кейін сол көбінесе сол маған Мастан рөлін беретін еді. Мастан кемпірдің рөлі сол жаңа жылларда болсын, сол спектакльлерімізде сол Мастанның рөлдері болса, хәмеше маған сол түсетін еді. Бала жалларымыздың сол кеуілін сенімлі, сол ойнап атырған образымыз сол балаларымызға бір хақиқи болып көріну үшін сол жанымызды сол қуыршаққа беріп, қуыршағымыздан жалландырып, сол әрекет етіп жатырмыз. Бұл жерде қазір уақытта біздерде 2 залымыз бар. Біздердің спетлеріміз сондай актерларға, актрисаларға, художниклерге шарт-шараттар хәмеш жаратып берілген. Енді яш актерлар келіш хақында қазір өзім жұмыс фаалиятын бастағанымда міне 2 жыл болды. 2 жылдың ішінде біздер сондай актер, актрисалар, жастарды қамырап жатырмыз. Бұның үшін әлбетте Мәдениет институтымен, Өзбекстан Республикасы Мәдениет институтымен біргелікті шарттама арасында жолға қойылғанбыз. Биржа тарапынан жолдама алып келгенде, жолдама алып келген жас актер, актрисаларымызды, ұстазларымыз менен біргелікте олардың талантына қарап біздер жұмысқа қабылдаймыз. Себебі бұл актер, актрисалар халықтың алдына шығатын болғаннан кейін әр тараплеме жетіскен актер, актрисалар болу керек. Соның үшін әлбетте бұл актер қосыған айтып беру керек, ойнап беру керек. Әмме білім жетерлі білімге ие болу керек. Жылдан бері сол театрларда, спектакльлерде ойнап атырған болсам, көплеген табыстарға ерістік, жастарға үлкен шариғатлар жаратып беріп атыпты, имканиятлар беріп атыпты. Өзім режиссерлік факультетін біткерген болсам, қуыршақ режиссура факультетін, өзіме өз имканият берді. Ғаздың балапаны спектаклін театрға қойдым. Бұл спектакль Қазақстанда көплеген мемлекеттерде ойнап, көплеген жақсы нәтижелерге ерістік. Ташкентке де, Андижанға да фестиваларға қатынастық спектакльлерімізбенен. Ояқтың спектакльлерін біздерде көріп, өзімізге үлкен тасуратлар алдық, өзімізге үлкен жетіскендіктерді көрдік, өзіміздің спектакльлерімізбен әр түрлі планшет қуыршақларымыз, әмде трастовый қуыршақларымыз бар. Соларменен адамлардың қуыршақларға деген нөлерін көрдік та, өзімізге сезімлерін. Қуаншылармен қайттық кеше Түркияға барғанда да. Олардан біздер әзір
госзаказға режиссерлар таклип етіп жатырмыз. Олардың режиссерлардың һәр түрлі өзлерінің махаратларын көріп жатырмыз. Біздердің режиссерлар менен олардың режиссерлардың парқларын көріп жатырмыз. Сол режиссерлардан көплеген өзімізге не алып жатырмыз, білім алып жатырмыз десек болады. Енді әзіргі уақытта қуыршақларымыз, әуелгі уақытлары біздер қуыршақтыларды перчаточный қуыршақлармен, қолқаплы қуыршақ деп айтылады, солармен баслаған болсақ, онан кейін трассовой қуыршақлар, трассовойдан кейін мынау планшет қуыршағы деп айтылады. Бұны 2 адам, 3 адам ойнатылады. Перчаточный қолқаплы һәм трассовой қуыршақларымызды 1 адам, 1 актер ойнатады. Сол театрда осындай кішкентай балаларменен дос болып, солардың қатарында, мысалы, солардан неше жас үлкен болсам да, солардың қатарында болып ойнайман. Енді өзімнің жасыммен ойнасам, балалар жақсы түсінбейді. Егер балалардың жасында, 7 жасар баланың жасында, 5 жасар баланың жасында ойнасам, балалар жақсы қабыл етеді. Сол балаларды қуандырып жүргеніме, осы ертек қаһарманлар мастан кемпірдің барлығына сондай жауыздық келіп, сондай зат болып кетуіне, мысалы, қазіргі уақытта балаларды көп зақарлайтын, мысалы, телефон біздерге жақсы жағынан керек болғанмен, балаларды интернет та пайдалы. Егер пайдалы жағынан жақсы қабылдаса, ол жүда жақсы. Соны жақсыны жақсы, жаманды жаман етіп, біздер жеткіздіріп береміз, соны қабылдап, мысалы, балалар сенеді соған. Соларға сондай жақыннан жәрдем беріп жүргеніме жүда қуанышлыман. Har lahzada kichkintoylarda ijobiy hissiyotlar, hayajon va hayratlar uyg'ota olishga qodir bunday jonli ijroni boshqa joyda uchrata olmaysiz. Eng muhimi, bu tomoshalar bolalar qalbida yaxshilik, do'stlik, jasurlik, qiyin paytlarda o'zgalarga yordam kabi ko'plab fazilatlar muhrlanishga jonli ta'sir ko'rsata oladi. Ota-onalarning o'gitlari, nasihatlari qanchalar to'g'ri ekanligiga ularda katta ishonch uyg'otadi. Teatrımız сонда кішкене балажанларымызбенен толып тұрғанына жүда қуанамыз. Со кәсіптес ағаларымыз, ұстаз ағаларымыз, достарымыз бар бұл жерде. Олардан да көплеген затларды үйренеміз. Қуыршақларды үйрендік баста. Енді әзір білмеген затларымызды еледе үйренеміз. Сөзлерімізді бір-біріне туыры келмей жатырса, сол жерлерден маслихат сұраймыз үлкен ағаларымыздан, апаларымыздан. Bolalarning aynan o'zlari bilan jonli muloqotga kirishish, ularning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatish, shu bilan birga teatrga hurmat, muhabbat uyg'otish soha ijodkorlarining dastagi bo'lib xizmat qilmoqda. Teatr uchun maxsus yozilgan pyesalardan tashqari, dramaturgik yoki musiqiy teatrlar uchun yozilgan pyesalarni moslashtirish ba'zan mumkin bo'ladi. Pyesalarning asosiy maqsadi bolalar ongiga tarbiyaviy xususiyatlarni singdirish bo'lib hisoblanadi. Men teatrga 2018 жыл жұмысқа кірген болсам, кірген жылымда қазіргі театрымыздың көрген басшымыз Кенжебекова Насиба Қазақбаева Ұлмекен осы қуыршақты ойнау сырларын жақыннан өзінің сіңлісіндей, досысындай көріп үйретті. Осы екі ұстаз апама рахмет айтамын. Біздер жақында ғана Қазақбаева Ұлмекеннің қойған спектаклінде қараңғылықтан нұр ізлеп спектаклі тапсырылды. Онда компьютер баланы зәһәрлеу ішіндегі жаман ойындарды ойнау, соны не қылған кезінде балалар қиналып, яқ, ондай қылма, анаңның айтқанын қыл. Мысалы, анасы баласының айтқанын қылмай, күйеуінен иттергісі келмей, оның айтқанын қылады, әпер деген телефонын әпереді. Сонда балалар жақсы қабылдап, қате жолдан баратса, яқ, вируслар келеді. Мысалы, телефон, компьютердің ішінен шығып вируслар келеді. Сол кезде балалар сенгенін көріп, сондай бір қуанаман, балаларға жақыннан жәрдем беріп отырған екен мен ғой. Ата-аналары, мысалы, ата-аналар рахмет айтып кетті, тәрбиешілер, сондай жақсы спектакль шығарған екенсіз, рахмет, кәсіпкерлеріңізден камал табың деген кезде бір сондай қуанаман осы театрға жұмысқа кіргеніме. Қазіргі уақытта балалар бұрынғыдай алды қашты спектакльлерді онша қызықпайтын болып кетті. Солған масластырыпты біздер жақын арада осы Ұлмекен Қазақбаеваның қалеміне тиесілі қараңғылықтан нұр іздеп атты спектаклін сахналастыруға еріскенбіз. Онда қазіргі балаларды көп
компьютер ойлары, телефон ойларына беріліп кеткен себеплі балаларды көбірек кітап оқуға үндеуші қараңғылықтан нұр іздеп Құлмекен Қазақбаеваның және Гүлмира Нұрлаеваның авторлығындағы ертекілер еліне саяхат атлы спектакльдер сахналастырғанбыз. Онда тек арынан балаларды жаңа жоғарыда айтып өткенімдей көбірек компьютер ойларынан тысқары кітап оқуға үндеуші сахналастырғанбыз да. Және алдыңғы режиссерлеріміз міне биылдың өзінде 2 республикаға барған болсақ, келесі жылдарда жаңа айтқанымдай меморандум Мексика, Россия, Белоруссия, Azerbaycan һәм Қазақстан республикаларымен меморандум түзіп, оларға да театр жәмиятында, коллективінде республикаға апарып, ояқтың қуыршақ театрларымен бірге істесу, тәжірибе алмасуды жолға қояжақпыз. Һәм ояқтың қуыршақ театрларын Өзбекстанымызға, Қарақалпақстанымызға әкеліп, кішкентай ықылас билеттерімізге олардың спектакльден қойып беруді алдымызға мақсат қылып қойғанбыз. Joriy yil ham Qoraqalpoq davlat qo'g'irchoq teatri uchun mas'uliyatli yil bo'lishi kutilyapti. Ularning aniq maqsadlari bor. Muhimi amalga oshirish kerak xolos. Yosh jamoa esa buni uddalashiga ishonamiz.